Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Әлібек Гүлзира Сабырханқызы Арыс қаласындағы номері 17 колледжде 2006 жылдан бастап әдіскер қызметін атқарудамын. Сондай-ақ жоғары санатты география пәні оқытушысымын. Бүгін мен сіздерге қашықтан білім беру жағдайында әдістемелік қолдау тақырыбындағы бейнематериалымды ұсынатын боламын. Қашықтан оқыту бұл білім алушылар мен оқытушылардың бір-біріне кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Қашықтан оқытуды ұйымдастырудың үш түрлі формасы бар: онлайн, синхрондық, офлайн, асинхрондық және вебинар. Онлайн режимде оқыту дегеніміз интернет ресурстарын көмегімен белгілі бір қашықтықта оқытушы экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. Офлайн режимдегі оқыту дегеніміз интернет ресурстарын көмегімен электрондық почта оқытушы мен студент арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. Вебинар дегеніміз интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренингтерді өткізу формасы. Оқытушының негізгі міндеттері: психологиялық көңіл күй, бақылау, пысықтау жұмыстары, оқу үрдісінің барысын қадағалау, оқытудың жаңа технологиялары, оқытудың компьютерлік және тораптық жүйелерін жетік білуі жауапты міндет. Қашықтан білім берудегі педагогке төмендегі әдістемелік кеңестерді ұсынамын. Бірінші қадам: дайындалыңыз. Қашықтан оқытудың маңыздылығын түсіну және студенттерге түсіндіру. Студенттердің материалды өз бетінше зерделеуге мұқият болуы. Тапсырмаларды орындауға арналған уақытты нақты анықтау. Оқу материалдарының көлеміне назар аудару. Екінші қадам: оқу платформасын таңдаңыз. Материалдарды игеру сапасы білім мазмұны бар платформаға байланысты. Интернет жаттығулар мен интернет ресурстарға сілтемелер жасау. Мәтіндер мен тест формаларын жасау. Үшінші қадам: кері байланыс. Сабақ кестесін сақтау, студенттермен байланыстың маңыздылығы, оқу материалдарына толық қол жетімділіктің болуы, үнемі бақылау, барлық материалдардың орналастырылуы, студенттерге жеткізілуі, тексеруге жіберілген тапсырмалар мен материалдарды жаңа сабақ басталғанға дейін 3 сағаттан кешіктірмей бағалау, студенттердің сабаққа деген ынтасын жоғалтпау, қызығушылығын арттыру. Төртінші қадам: сабақ. Ұзақ мәтіндерден аулақ болыңыз. Мәтіннен ең маңыздысын қалдырыңыз. Егер тақырып қызықтыратын болса, студентке қосымша материалдың болуы туралы ескерту жасаңыз. Мәтінді құрылымдау, бөліктерге бөлу керек. Соңында қысқаша түйіндеме ұсынылады. Инфографикасы бар мәтіндерді қолданыңыз. Сызбалар және басқа да визуализациялар материалды жақсы түсінуге және есте сақтауға көмектеседі. Тапсырмалар мен оқу блоктары күрделілігіне қарай теңестірілуі қажет. Бесінші қадам: интерактивтілік. Топта пікірталас ұйымдастыра аламыз. Жаңа материалдарды білуде, оқуда және тапсырмаларды орындау кезеңінде сөйлесе аламыз. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруда туындауы мүмкін сұрақтар. Бірінші сұрақ: білім алушы барлық материалдарды оқып білуге тиіс пе? Жоқ. Барлық күш-жігеріңізді, негізгі идеяларды кіріктіретін бөлімдерді оқуға бағыттау керек. Бұл талғампаздыққа, қажеттіні тани білуге үйретеді. Екінші сұрақ: оң жетістіктерге жетудің шарттары қандай? Мотивация, қызығушылық, түрткі, қажеттілік, шоғырландыру, ұйымдастыру. Үшінші сұрақ: оқу материалын қалай қолдану керек? Нәтижелі, оқуға ыңғайлы түрде. Материалдар білім алушыға тиесілі. Белгілеуге, сызуға, білім алушыға қалай ыңғайлы солай қолдануға болады. Төртінші сұрақ: белгілер, жазбалар жасау қажет пе? Міндетті түрде. Тірек сөздерді сызып отыру пайдалы. Келесі оқығанда негізгі идеяның есіне салып, зейінді шоғырландыруға көмектеседі. Пікірін, ойын, сұрағын жазып отырсын.
аудио-видео қарағанда да жазбаларды жазып отыруына болады. Қаштан оқытудың оң ықпалдары: икемділік, қосарлық, оңтайлылық, қамтушылық, рентабелдік, оқытушы, білім алушы, ақпараттық технологиялар және әлеуметтілігі. Қорытынды: қаштан оқыту жүйесінің рөлі қазіргі таңда білім саласы үшін өте жоғары. Себебі бұл жүйе арқылы студенттер әлемдік ақпараттармен байланысуға, білімдерін онлайн жалғастыруға, ғылыми және шығармашылық жұмыстарын жетілдіруге, әлемдік ақпарат кеңістігінде өздерінің білімдерін шыңдауға зор мүмкіндік алады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.